Сәлем достар, бүгін біз әсіп істейтін боламыз. Оған керекті бізге ет, фарш, ішек қарын және тұзын салып қойдық. Бізге керек нәрсе заттар пиязымыз және күріш, қалаумызша бұрыш салатын боламыз. Бисмилля. Бұрышымызды салдық, енді араластырамыз. Осының үстіне енді ол негізі шегілгені фарш пен ішек қарын аралас. Енді осының үстіне күріш салатын боламыз. Және пиязымызды салып араластырамыз. Күрішін, пиязын, тұз бен бұрышын салып араластырып қойдық. Енді осыған су қосатын боламыз. Мінекей достар, біздің әсібіміздің суы дайын. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей су өстіп шықтыру керек. Енді ішегімізге салатын боламыз. Бисмилля. Мінекей достар, әсібімізді салып болдық. Мінекей ішектерге салып байлап қойдық. Осыны қайнататын боламыз. Осыдан кейін қайнап болғаннан кейін мен сіздерге піскенін көрсететін боламын. Мінекей қымбат достар, біздің әсібіміз дайын болды. Мінекейіңізге көріп тұрғаныңыздай өте дәмді. Бәріңіз жасап көріңіздер, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерден комментарий күтемін.